Ахмет Байтұрсынұлы 5 қыркүйек 1878 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келді. Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші, ғалым, ағартушы, педагог, түркітанушы, публицист, қоғам қайраткері. Ахмет Байтұрсынұлы 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысының жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиетінің негізін салушы, ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ұлт көсемі. Атасы Шошақ, оның немересі Ахмет дүниеге келгенде ауыл ақсақалдарын жинап, азан шақырып атын қойған. Әкесінің інісі Ерғазы Ахметті Торғайдағы 2 сынып орыс қазақ мектебіне береді. Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мектепке оқуға түседі. 1895-1909 жылы Өзендегі орыс қазақ мектептерінің оқытушысы Қарқаралы қалалық училищесінде меңгеруші қызметін атқарады. Ол өте дана білімді кісі болған. Байтұрсынұлы Алаш партиясы бағдарламасын даярлаған шағын топтың құрамында болды. Байтұрсынұлы мен Дулатұлы қазақ арасында бұрыннан келе жатқан ру жүзаралық алауыздыққа байланысты Алашорда үкіметінің құрамына саналы түрде енбей қалды. Бірақ олардың қазақ ұлттық мемлекеттік идеясын жасаушы топтың ішінде болғандығын замандастары жақсы біліп мойындады. Байтұрсынұлының қазақтың басаға деген ең көлемді мақаласы қазақ әдебиетінің ең алғашқы еңбектерінің бірі еді. Ол ұлы ақын Абайдың тарихи миссиясының, рухани болмысынан, ұлттық сөз құндылығынан, көркемдік эстетикалық сипаты баяндалған еді. Ол Абай өлеңдерінің даралығын, сыншылдығын және де сөзі аз, мағынасы тереңдігін ұғындырды. Байтұрсынұлының Абайдан поэзияға деген, ақындық шығармашылыққа деген тұжырымдамасы 1926 жылдан бастап қазіргі күнге дейін келе жатыр. Байтұрсынұлының әдебиет танығыш деген алғашқы мақаласы қазіргі таңда ең ірі мақалалардың бірі болып саналды. Ахан өзінің бар күштерін жинап халыққа көмекті бағыттады. Және бұл тәуекелшіл белсенді қазақ халқының тәуелсіздігі идеясына құштар болды. Және ол өзінің мақсаты үшін өзін құрбан етуге дайын болды. Және тарихта көрсетілгенде құрбан болды. Ғалымның тіл үйретуде оқу құралы, тіл құралы жазумен шектелмей, қолданбалы грамматиканы жазған. Бұл жұмысын тіл жұмсар деген атпен 2 бөлімде 2 кітап етіп 1928 жылы Қызылордада жарыққа шығарған. Ахметтің өміріндегі басты кезеңі 1910 жылдан басталады. Ол осы жылы мұғалімдікті қойып, ақындық пен әлеуметтік күрес жолына түседі. 1913-1917 жылдар аралығында Орынборда қазақ газеті редакторының қызметін атқарып, өз халқын өнер білімге, мәдениетке, ерлікке шақырудың ұйытқысы бола білді. Адамдық диқаншысы қырға шықтым, өлі жоқ, көгалы жоқ қырға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштың еттім, көңілім көге қол халықтың. Қор болған босқа кесіп, еңбек бейнет, құлдыққа құлдықтан жоқ артық зейнет. Оттай бер жарулар екі аяқты, адамға хайуандық қанша қажет. Жаратты малды Құдай не керекке, мінуге сойыл соғу жүндемекке, бұйырғансын ұрасы деп үндемекке. Таяққа ет үйренген қойшы жайлап, көгесек қызғалама түрткен айдап. Есептен алданғандай болғандар көп, жасықты асылма деп білмей қайрап. Анама хат. Ахмет Байтұрсынұлы осында тұра ма? Ахмет Байтұрсынұлы кім болады? НКВД-ның бұйрығымен біз сізді тергеуге алып кетеміз. Ей, қарағым-ау, қандай тергеу? Қайда алып бере жатсыңдар менің Ахметімді? Жібер! Жіберіңдер, жексұрындар! Ахметімді қайда алып бара жатсыңдар? Жіберіңдер!
жазуға көрген қамқор анам, арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені онда, мені мұнда аман сақта, көруге жазға еді хатта қалам. Бара алмай өтірікші болып әбде, Семейдің түрмесінде отыр бала. Мал ұрлап, кісі өлтірген айыбы жоқ, үкімет өз зорлыққа не бар шара. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар, жолдар көп, жәннат қада тарам-тарам. Оқ тиіп, оның ішінде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бақыт жарам. Алданып, тамағыма мұны ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Көп айтпай, қысқасынан сездіретін балаңның мінезі бар сөзге сарам. Адамнан туып, атқамсын етпей, ұялмай, не бетіммен көрге барам. Кетер деп суға құлап, отқа түсіп, қайғы жет менің үшін балма ама. Отырмын абақтының бөлмесінде, бұйрықсыз көз жетеді өлмесіме. Есіктің құлпы мықты күзетші көп, ажалдан басқа ешкім келмесіне. Бауырым, мына хатты анама жеткіз, сенің де анаң бар шығар. Құлыным-ау, қайда жүр екенсің, жарығым-ау? Сені күтіп, сарғаятын болдым-ау. Жүрегім-ау, senin bir dansın естуге. Жүрегім-ау, басыңнан сипап маңдайыңнан иіскеуге зар болдым ғой. Құдайым. Апа, хат келді. Ойбай, не дейін жарығым-ау? Жарыққан ием, тілегімді қабыл еттің-ау. Менің кішкентай ғана Ахметімнен көптен күткен хатым келді-ау. Аллам. Жарығым-ау, жарығым-ау, қайда жүрсің, шырағым-ау, қайдасың? Бір мейірім бөлегеннен басқа не жаздым, Құдайым-ау? Аллам, Құдайым, не жаздым саған? Ол осындай қасірет көруге лайық па? Ол осындай қасірет көруге лайық па? Әттең, сол бақыт қайта оралғанда Ахметімді жібермес едім. Ахметімді алдыма аман-есен алып келсе болды. Бар тілегім осы. Қазақ мектебі, Ахмет түрлеген ана тілі, Ахмет салған әдебиеттегі ешілді бұраны. Солардың бірі 40 мысалы өлеңдері жинағынан мысалдарына кезек берейік. Елімнің бастары. Ахмет Байтұрсынұлы, елімнің бастары. Бір адам жас баласын жанына алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді. Кезеді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәмге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз-ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке балап. Баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап.
Әпке, маған мынаны айтыңызшы, неге мына бидай басын көкке қаратып тұр, ал мына бидайлар неге басын иіліп тұр? Осын маған мәнін айтыңызшы. Балам, мұның мәнін айтайын. Бұл бидайдың басында дәні жоқ, қасындағы қалған бидайлардың басында дәндері толық бопты. Халық арасында осындай бидайлар сияқты тәкаппар адамдар да бар. Сен бұл мінезді тұтынба, балам. Жарайды, әке, жарайды. Бидайлар басы толық иіліп тұр, дән берген қожасына сыйынып тұр. Басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейіп көкке қарап білініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам дейді, тәкаппар оны халық жаман дейді. Қалып емес тәкаппарлық данышпанның, тұтынба бұл мінезді балам дейді. Бұлаққа су ішуге келді қозы, жанында серігі жоқ жалғыз өзі. Бөрі жоқ десең шығар бөрік астына, бәлемен қазалыспа келсе көзі. Қаңғырға тамақ іздеп бір аш көрі, қозыға жетіп келді жайнап көзі. Жемекке кінә қойып сол арада, жалағым міне қасқыр айтқан сөзі. Сен қозы текке қарап жүре алмайсың, соқтықпа маған десем тіл алмайсың. Мойныңды қазір жылып алайын ба, суымды неге былға бұлайлайсың? Қасқыр тақсаң, тоқта азырақ, тергеніңіз кінәм болса әділ бұрақ. Ізіңіз жатқан жерден төмен келіп, іштім мен 100 қадамдай қашығырақ. Сіз түгіл, өзгеге жоқ қиянатым, не шара жеткен болса бүгін қазам. Бекер ме менің сөзім, білесің, жалғаншы деп кімді өзің, әкеңді алдың дағы танимысың, бәлем сен байқап қара ашып көзін. Осындай сөздер мені күйдіреді, десем де шыдайын етіп төзім. Есімнен өлілгенше кете қалмас, былтырғы осы араны сөткен сөзім. Кезек бер, біразырақ сөзге тақсыр, келемін жарты жасқа күзде тақсыр. Жаралып дүниеге биыл келсем, сенмін былтыр неге сізге тақсыр. Ол әстер сен болмасай сенің ағаң, ойларын мені жоймақ келсе шаман. Ит болсын, қойшым болсын, қожам болсын, жауыздық ойлайсыңдар бәрің маған. Нансаңыз ағамда жоқ, інімде жоқ, оған қайыры нашарлықтан мінімде жоқ. Нақақтан тақсыр мені күйдіресіз, жауыздық ойлаған сізге күнімде жоқ. Ол саған әлде күйеу, әлде құда, сүймейді қой атаулы мені жүдә. Я бөлең, я жиенің, я нағашың, әйтеуір саған ұқсас еді ода. Қой заты талай зәбір берді маған, соларын мен де істеймін енді саған. Кегімді қойдан алмай кімнен алам? Тауыспа, о деп сөзді оған. Тақсыр-ай, еш жазым жоқ қой менің, жабыр ғой біреу үшін күйдіргенің. Үндеме, жетер, қазір мұрсатым жоқ, тұруға ақ-қараңды тергеп сенің. Алыпсың жаман әдет қарсыласып, сенімен тұрам ба мен мұлжындасып. Айтайын білгі келсе қозым саған, кінәң сол жегім кеп тұр қарным ашып. Шошиды қозы байғыз құлқын танып, құтылар білген менен онан нағып. Болсын ба қозы жұмысқа сенгене, жөнелді иығына салып алып. Орманға қасқыр кетті қозын алып, белгілі етерсі алып бар. Осындай жазықсызды жазғыратын әр жерде күштілер де бар ғой қалып. Қасқырдың зорлық болды еткенісі, ойлаймын оны мақтар шықпас кіші. Нашарды талай адам талап жеп жүр, бөріден артық дейміз оның несі. Бар еңбегін арнаған, қоғамының болашағын жалғаған, үлгі болған рухани ұлы көсемін. Еш уақытта ұмытпайды, бар ғалам дей келе, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы туралы айтқан пікірлер мен арнау өлеңдерге кезек берейік.
Ғаббас Құлжанов былай деген екен: бір кезде сарымаса да бызғында боятқан Ахметті қазақ еңбекшілері де қадірлей біледі. Сөзін оқып сүйсінеді. Мұхаммед ханым былай деген екен: ұлы ағартушылардың сарин бастамасын ілгері дамытып, нағыз ғылымдық дәрежеге көтеріп, жете жерге жеткізген Ахмет Байтұрсынұлы. Біз бүгін ахаңның әдеби танытушын Аристотель поэтикасын салыстырамыз. Мұның мәнісі бірі грек әдебиетінің, екіншісі қазақ әдебиетінің алғашқы әліпбилері. Асылы, ең үздік қасиеттер бір-бірінен неғұрлым ерекше болса, бір-бірінен соғұрлым ұқсас болады деген екен Зейнолла Қабдолов. Алдағы уақытта Ахмет Байтұрсынұлының атын бар алаштың халқы емес, бүкіл қазақ халқы білетін болады деседі Қайым Мұхамедхан. Бір құлақшан дартылған қазақ тілін сөйлеткен әдебиет. Еңбек етіп ағадал жолыменен көркем деді қазақтың мәдениеті. Байтұрсыны бұл Ахмет білсеңіздер. Түрінде нұр, көзінде дәуірі бар. Ұстаз болып мектепте қызмет етті. Мақтанышы қазақтың, Ахмет ата арқасы, туса бүгін ғажапты, сөйлетті тілді қазақша, әліпбиді зерделеді, мектептерді аштырды, қазағыма ең керек, қайраткері қоғамның нұр ойнаған жүзінде, елді алға бастайтын қажы қалған ізінде. Қазақ үшін қасиетті есімін аштыңыз білімнің үлкен есігін, мойымадың халқымдың тек алдыға, тегісте де бар біреулер көсігін. Мақтанышпен еске алар сізді бәр ел, қалыптастыру болды ойыңыз елді кемел. Қазақ үшін аянбаған ісіңізде, сіздегі асқақ тақпен құтақтай ел. Алғаш жабық оқулығын қазақтың, алдын алып сауатсызды қазақтың, берілмейтін, жеңілмейтін сіз барда, болды халық куәсі талай ғажаптың. Рух беріп оятқан сіздің туысты, сол заманда кімдер жүріп кім тұрысты? Ахмет ата, сізде туға табылмас, жеткізетін соңына дейін көрісті. Өз халқын қорғап, өз халқын қорғап тайсалмаған, еңбегін қоғаммен асқақтаған, атағы еңбегімен асқақтаған, ұлтының жаңашыры болған сізге аты өтпес шынайы қапсақ қалған. Білікті болу әркезде ұларман, халық мұндай істейтуға ыңға алған. Бүгін үнінде сауатсыздық болмауы, әліпбидің арқасын сіз шығарған. Баспасөздің қазағымен дәріптеген, көп келіп сөз өнерін әріппенен, мәселесін шығарып өз елінің, ұғындырған газетімен қазақ деген. Өз халқына бар еңбегін ардаған, қоғамының болашағын жалғаған, үлгі болар рухани ұлы көсемін, еш уақытта ұмытпайды бар қалам. Сөз маржаны бола білген Байтұрсынұлы бата, осы үнне мүшпес орын алады. Жылдары естіп рухты билеп дәріптеп, жан айқайын ақпарат ашылады. Азаттық пен әділдіктің жолында, тәуелсіздікке ұмтылған өмір жолында, жас ұрпаққа салып кеткен сара жол, бүгінде мәрмүштіктің мәңгі тұрған дара жол. Ахмет дара, аудармашылы тұлға, жадымда сақталады әрбір мұра, сөзге шешен атамыз бар мақтанатын, әр ойында терең ой бар ақтаратын. Шыншыл күртінті өтіп, мақсатында ұстанып, басынасы билікке қарсы тұратын, әрқашанда қиындыққа тайсалмай, жүрегі тек елім, халқым деп соғатын. Жан серігі қағазы мен қаламы, басшылықтың тығын түсір жыған. Алашорда партиясын құрғанша, ешқашан қанат оның қалмапты. Бесташтың бірі де ол болыпты, халық жырларын жырларына қосыпты. Тәуекелшіл батыл адам болған соң, өкіметке қарсы шыға біліпті. Жырларын оқып бүгін танысып, сауатты ұрпақ өзінділігі тұтыпты. Арман етіп сол бір ұлы азаттықты, қазір міне таңымыздан атыпты. Азатпыз, тәуелсіздік таңы атқан, қаны бар қазағымды тулап жатқан. Рухым бар, бойында жігерім бар, еркіндік пен бақыттың дәмін татқан. Бір туадан мажылғат, жаны таза, қазақ тілін сөйлеткен әдебиетін еңбек етіп ағадал жолыменен
көркемдеді қазақ тіл мәдениетін. Байтұрсынов ол Ахмет іздеңізде жүзіндегі бойында дарыны бар. Қасы шыққан билікте қайсарлықпен бойда қарып сөзінде жалыны бар. Ұстаз Бықып мектепте қызмет етті, бойындағы дарынын бәрін салып. Санақ құрақ жасады еңбегімен, болашаққа үміттің отын жағып. Ахмет Байтұрсынұлының Мұхтар Әуезовке айтқан кеңесі. Еліміздің ертеңі, халқымыздың болашағы үшін алаш қайраткерлерінің аманатын жеткізетін ұлт жанды жас буынның қалуы аса керек. Кесек бізге, сендер өздеріңді сақтаңдар. Елге екі сөз айта алмаймыз. Келешек үшін сендер керексіңдер. Қателеріңді мойындап, аман қалуларың керек. Осы уақытқа дейін жазған шығармаларым, жазбаларым, бәрін қалай жалған деймін, қалай қателік деймін. Олар менің жан дүниемнен шыққан жүрегімнің бір бөлшегі, іспетті ғой. Жоқ, олай жасай алмаймын. Жасайсың. Елің үшін, халқымыздың болашағы үшін жасауға міндеттісің. Біздің аманатымызды келешек ұрпаққа жеткізуің керек. Менің әдебиет пен саясат жолында бұрын қандай адам болғандығым туралы Қазақстан партиялық кеңестік жұртшылығы өзінің қоғамдық сынын айтқан болатын. Ол сын ашық, нақ айтылған дұрыс сын еді. Ондағы берілген баға бойынша мен Байшыл, Алашордашы одағындағылардың салт санасын әдебиет жүзінде іске асырушы кісі болған. Қазақстанда партия мен үкіметтің жүргізіп жатқан ірі төңкерістердің көбісіне көзқарасым теріс болды. Ол шаралар өткен заманда езгіде болған Қазақстан еңбекшілерінің пайдасы, игілігі үшін ең қажет шаралар екенін түсінбеді. Қазір мен өзімнің сол бұрын басып өткен ізімнен қайтып, соны қатты айыптайтынымды білдіремін. Ұлт басына үйіріліп келе жатқан нәубетті алдымен сезген Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхандар алаш қайраткерлерінің болашақ ұрпақтарға аманатын жеткізетін, ұлт жанды жас буынның аман қалуының аса қажеттігін ойлағандықтан Мұхтарға осындай кеңес берген екен. Әуезовке осындай хатты жазып беруіне тура келеді. Ең ащы шындық сол, осы қадамы Әуезовтың тірі қалу-қалмауының шешімі еді. Сол бір тарихи шешімнің арқасында қазақ әдебиетінің бір тауы жығылмай қалды. Кең арналы алып дариясы суалмады, қайта толықсып, толды, өсіп, өркендеді, әлемдік дәрежеге көтерілді.